Бөлшектерді қысқарту. Алдымен, алдыңғы видеоның аяғындағы бірінші тапсырманың дұрыс жауабын талқыласақ. Ол видеоға сілтеме экранда көрсетілген. Берілген бөлшек 48-ден 36. Суреттегі дөңгелек 1/48 бөлікке бөлінген. Бөлшектің алымы 36, бөлімі 48. Бұл сандар туралы біз не айта аламыз? Екеуі де 2-ге бөлінеді. Алдыңғы сабақта өткеніміздей, бөлшектің алымында бөлімінде бірдей санға көбейтіп немесе бөлсек, оның өзіне тең бөлшек шығады. Бұл бөлшектің алымында бөлімінде 2-ге бөлейік. Шыққан бөлшек 24-тен 18 бөлшегінің де алымы мен бөлімі тағы 2-ге бөлінеді. Бұларды сәйкесінше тағы 2-ге бөлсек, одан шығатын 12-ден 9 бөлшегі. Ал 9-да 12-де бөлінетін қандай сан бар? Ол 3. Бөлшектің алымында бөлімінде 3-ге бөлсек, 4-тен 3 бөлшегі шығады. 3-те, 4-те бірдей бөлінетін бірден басқа сан жоқ. Тапсырмамыздың жауабы 4-тен 3 болмақ. Себебі бөлімі бұдан кіші және берілген бөлшекке тең басқа бөлшек жоқ. Бөлшектің мәнін өзгертпестен, алымы мен бөлімі бірдей бөлінетін бірден басқа сан жоқ болатын түрге келтіруді бөлшекті қысқарту деп атаймыз. Бөлшекті қысқартудың бір тәсілі, жаңа көрсеткеніміздей, алымы мен бөлімінің ортақ бөлгіші қалмағанға дейін біртіндеп бөлу. Ал екінші әдісі, бірден алымына да бөліміне де қалдықсыз бөлінетін ең үлкен санға бөлу. 36 мен 48 бөлінетін ең үлкен сан 12. Екінші әдіс бойынша бірден екеуін де 12-ге бөліп жауабын ала аламыз. Бұл бөлшекті қысқарту. Тағы бір мысал ретінде келесі бөлшекті қысқартайық. 45-тен 15. Мұнда біз екінші тәсілді қолданбақпыз. Бұл бөлшектің алымы да, бөлімі де 3-ге бөлінетінін білеміз. Алайда ол екеуі бірдей бөлінетін ең үлкен сан ба? Тағы қарап көрейік. Байқағанымыздай, екеуі де 5-ге бөлінеді. Бірақ бұдан үлкен басқа бөлгіш бар ма? Бұл жағдайда бар. Ол 15. Мүмкін 15-тен де үлкен бөлгішін таба аламыз. Жоқ, себебі бөлшектің алымы 15. Ол өзінен үлкен санға бөліне алмайды. Сонымен 15-те, 45-те, 15-ке қалдықсыз бөлінетіндіктен, оларды келесі түрде өрнектеп жаза аламыз. Алымы 15, 1 мен 15-тің көбейтіндісі ретінде жазылса, бөлімі 45, 3 пен 15-тің көбейтіндісі ретінде жазылады. Алымы мен бөлімінен 15-ті қысқартып жібереміз. Мұндағы жауабы 3-тен 1 болмақ. 3-тен 1, 45-тен 15-тің қысқартылған түрі. Және ол одан әрі қысқартылмайтын бөлшек деп аталады. Себебі 1 мен 3 қалдықсыз бөлінетін бірден басқа сан жоқ. Қорытындылай келсек, бөлшекті қысқарту дегеніміз, оның алымында, бөлімінде, алымына да бөліміне де қалдықсыз бөлінетін ең үлкен санға бөлу болып табылады. Видеоға лайк басып, каналымызға жазыл.